Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен бірге Нұр-Сұлтан қаласы политехникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Саттарова Гаухар Қуанқызы. Әйтеуір не жазсам да, өз заманымда, сол заманда табан ет маңдай терін жұмсап жүрген қарапайым еңбек адамдарын тілге тиек етуге тырысамын деп жазған екен Оралхан Бөкей. Оралхан Бөкейдің Қарғызы повесі де міне осындай еңбек адамдары туралы деп те айтсақ болады. 2003 жылы Шерхан Мұртаза ағамыз Оралхан Бөкей туралы былай деп жазған екен. Оралхан неден озғалы міне тура 10 жыл болды. Кітаптар өмір сүріп келеді, өмір сүре береді. Олар жасқа ақыл, кәріге қуат береді. Бақытқа бақыт қосады, бақытсызға медет болады деп жазған екен. Кітаптары, шығармаларының ішінде қалың оқырманның сүйсініп оқитын, қызыға оқитын повесінің бірісі Қар қызы. Қар қызы повесінің жазылу тарихы туралы сіздерге кішкене ғана әңгімелеп берсем деп отырмын. Көңіл қойып тыңдауларыңызды өтінемін. Сонымен адам жұмбақ, әлем жұмбақ деген концепцияны ұстанатын Оралхан Бөкей ағамыз ұстазым Алтай, тақырыбым адам деп ылғи айтады екен. Оралхан Бөкейдің адам жұмбақ, ғалам жұмбақтың тереңіне үңілген ізденісін танытатын шығармасының бірі осы Қар қызы повесі. Қар қызы повесінің жазылу тарихы туралы Болгариян Родописки Устрем газетінде берген бір сұхбатында ол кісі былай дейді. Бұл негізінде өмірде шын болған оқиға. Повестегі Нұржан өзім, қар қызын түсімде көрдім. Сыңсып салған әнін естідім. Оқушы бұл оқиғаға сенбеуі мүмкін. Ал мен өзім сенемін деп айтқан екен. Оралхан Бөкей шығармаларында өмір сүру мәселесіне байланысты екі тенденция бар. Бірі табиғатпен біте қайнасып кету, адамдар қоғамнан тыс өмір сүру. Екіншісі табиғатқа қамқор бола отырып, адамдар қоғамында өмір сүру. Міне адамдар қоғамында болып жатқан оқиғаларға Оралхан Бөкей осы Қар қызы повесінде тоқталады. Сонымен жұмысымызды бастайық. Кейіпкерлер галереясынан алдарыңызда повесті оқып шыққаннан кейін осындай жұмыс болады. Бұл жұмыста кейіпкерлер галереясын бір көп емес 2-3 аздаған ғана кейіпкерді қазір жарым-жартылай ғана таныстырып кеткім келеді. Алғашқы кейіпкерімізді тыңдап көріңіздерші. Нұржан, сен кет бұл ауылда, мүлдем кет. Қалай ойлайсыздар? Бұл қай кейіпкер екен? Сондай-ақ алдарыңызда мынандай да бір кейіпкер шығады. Ал мен тіпті қазақ емеспін, менің ұлтым жоқ деп айтатын да кейіпкер бар. Қар қызының әнін еститін кейіпкер де бар. Сондай-ақ кейіпкердің мынандай теңсіздікте де, кейіпкердің аты жөні мынандай теңсіздікте де беріледі балалар. Жақсы. Келесі повесте оқыған кезде сіздердің істейтін жұмыстарыңыз бұл повестің өн бойынан кейіпкер бейнесін ашатын эпизодтарды тауып, теріп жазу арқылы мінездеме беру. Оны мен Word құжат арқылы былай жазып қойдым балалар. Құжатты ашу арқылы Нұржанға, Аманжанға, Бақытжанға, Қоңқайға және Алмажанға мінездеме бересіздер. Жақсы, рахмет. Ары қарай жылжиық. Келесі сіздер повестің тағы бір кезеңі, жұмыс кезеңі
көкпар кезеңі. Көкпар кезеңінде 2-3 сұрағымен ғана таныстырып өтейін. Мысалы, мынандай бір өлең жолдары кездеседі. Бұл өлеңдерді кім айтады және қай уақытта айтады? Соны табасыздар. Жігіттердің адасып барған жер қалай аталады? Жер су аттарында еске сақтап отырыңыздар, балалар. Әттең осындай ұлым болса деп арман қылған кім? Я, бұл повестте мұндайда кейіпкер бар, балалар. Қардан не жасап алды жігіттер деп ойлайсыздар, балалар? Жауабы оп-оңай, е? Жақсы. Өсіп қалмау үшін төбелесейік деген кім? Я, бұған да көңіл аударып оқыған кезде қарай отырыңыздар. Жолдастарынан жасырып құрт жеген жігітті деп ойлайсыздар ол жерден, балалар. Жақсы, рахмет. Ары қарай тағы бір жұмыс түрін еске сала кетейін. Эпизодтар бойынша кішкентай ғана бір жұмыстарды жасап кетулеріңізді өтінемін. Бұл жұмыс барысында сіздер былай істейсіздер. Әсерлі эпизодтар мен сіздерді қатты ойландырған эпизодтар туралы сұраққа жауап берулеріңізге тура келеді. Мысалға, мен үшін осы повесте мені қатты ойландырған эпизод ол сиыршы шал тағдыры еді. Ал сіздер үшінші. Жақсы, рахмет. Келесі жұмыс түріне ауысайық. Бұл жерде біз Вен диаграммасымен жұмыс жасаймыз, балалар. Нұржан, Бақытжан, Аманжанны салыстырамыз және ортақ жақтарын табуға тырысып көрейік. Екінші бір жұмыс, бұл тағы да Вен диаграммасында орындайсыздар. Бұл жерде енді сиыршы шал мен қоңқайды салыстыруларыңызды өтінемін. Келесі жұмыс, балалар, бізде бұл мәселелі сұрақтарды шешіп көрейікші, ойланып көрейік. Ол қандай сұрақтар дейтін болсаңыздар, бірінші ол қар қызы бар дегенге сенесіздер ме? Мен сіздерге осы сұрақты қойғым келіп отыр. Сонымен ойланып көріңіздерші. Екінші бір ортаға тастайтын сұрақ бұл: қоңқайлар біздің заманда бар ма өзі? Үшінші бір ойландырар сұрақ сіздерге: шығармада қоңқай шал неліктен өзінің қылықтары, қылмыстары үшін жазаланбайтынына сенімді? Жақсы, рахмет. Келесі мына бір ойынды кішкентай ғана ойнап көрейікші. Бізде бүгін бұл егер сценарист болсаң, қарғысын қалай аяқтар едің деп аталады. Иә, балалар, шынында да сценарист болып қарғысы туралы кино түсірсеңіз, киноңыздың соңын, фильміңіздің соңын қалай аяқтағыңыз келеді. Сөз соңында, сабақ соңында Алтай Кербұғысының аманатына тоқталып кетейікші, балалар. Сонымен осы повесть арқылы Оралхан Бөкей ағамыз бізге не демекші, нені аманат етті? Иә, дұрыс айтасыздар. Оралхан Бөкей атамыз өзі былай дейді: адам табиғатсыз өмір сүре алмайды, ал табиғат адамсыз жасай береді деп айтқан екен. Бұны осы қар қызы повесін оқығанда түгелдей түсінесіздер деген ойдамын. Және соңғы сіздерге қар қызынан хабарлама. Мен тоңды мына суық шалғынна, ыстықтықта жаураған мына өлкеде мұзға айналып қалмаған адам
қар керек пе? Міне, мен сіздерге қар сыйлаймын. Аппақ ақ қар сыйлаймын. Аппақ ақ қар сыйлаймын сіздерге. Сонымен балалар, үйге берілетін тапсырма Қар қызы повесінің бойынша жұмыс жасау. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.